РТР Фернзе фонд колдауымен. Максимилиан Симонышек, Корнелия Грошель, Юрген Таррах. Тезірек! Соңынан қалмаңдар! Сұлу мен құбыжық. Әй, не болды? Не болды саған? Неден үркідің? Азыр үйге жетіп қаламыз. Бұл не болды екен? Мұнда кім бар? Құдай-ау. Қане бұлай тұрайық. Жолдан бұлай тұр! Ай, бұларың не? Мыналарың жарамады ғой. Композиторы Штефан Мария Шнайдер. Сценарийін жазған Маркус Хертинек. Эльза, шопандар тағы да қарызға берсін деп отыр. Бұларыңыз не? Бізге де күн көру керек қой. Әкең қашанда қарызға Бірақ беруші. мен әкем емеспін. Мұны ертең амалдарымыз. Әкем келді. Режиссері Марк Андреас Богарт. Бәрі келді жолдаяқ. Я, жолдаяқ. Ай, Әке! төбетім менің. Әке! Әке! Ханшайымым менің. Дер кезінде келдің. Мына шопандар ақша төлегісі келмей отыр. Аман сау боп тұрыңыздар. Аман боп тұр. Көп рахмет. Соңғы кездер малдың шығыны көп болды. Қазір жағдайлар мәз емес. Біз де қиналып жүрміз. Артқан жүгін қайда? Фонда кентау серімен нөкерлер аңға шыққанда бізді жолдан тайдырып кетті. Әйтеуір мырзалар риза болса болды. Ал біздің жағдайымыз жақсы. Солай ма, достым? Жақсы дегенің осы ма? Шарап бекерге төгілді. Жоқ, бір бөшкеміз бар. Бірақ бұл аз. Бір амалын табармыз. Міне, бұл саған. Сен ешқашан уайымдамайды екенсің. Уайымдап қайтем. Менің алтын қызым бар емес пе? Бұлақтың суымен араластырса, жақсы болады. Шараптың кермек дәмін сезесің. Өте дәмді екен. Оның үстіне пайдалы. Әйтеуір бізге келбеген шығар. Сәлеметсіздер ме? Фонда кентау мырзамен нөкерлеріне шараптан қой. Мырзам, Тоқта. Есімің кім?
Эльза, Сұлусың. Мына гүлдей сұлу екенсің. лебізіңізге рахмет. Мынаны айтшы, Эльза. Жексенбілік мерекеден кейін менімен бірге Арба қаласына серуенге барасың ба? Көңіл қосқан аруым ретінде. Мен бе? Сен. Ілтипатымның белгісі болсын. О, Шараптың ақысын кім төлейді? Не дедің? Сен жердің ақысын төлеген жоқсың. Пайызы да өсіп кетті. Оның үстіне шарабың дәмсіз екен. Егер аңға шыққан мырза, Мұны мен не айтпақсың? жай әншейін. Жомарттықты антайық, Фок. Саят қыр болжалық айттық. Атқа қоныңдар! ал сен не дедің? О дедім. О дедің бе? Иә, о дедім. О дей салдың ба? Тым болмаса бірдеңе демедің бе? Ай, нағыз серінің өзі. Бұл рас па? Фонда кентау сері сенімен сауыққа бармақшы ма? Уайымдама. Ешқайда бармайым. Сен тастап кетпей. Өзіңді де ойласаңшы қызым. Ақ сүйектер, сайыз, керемет емес пе? Қойш, ол жерге киіп баратын көйлегім де жоқ. Мына түрімен қайда барам дейсің? Көйлек сатып әпереміз. Қай ақшаға? Шарап алуға жердің ақысын төлеуге ақшамыз жоқ қой. Амалын тауып, қарыз аламыз. Қарызға бешемізден баттық емес пе? Тіпті болмай бара жатса, анаңның алтындарын кепілге береміз. Олар қазір сандығыңның түбінде жатыр ғой. Әлде басқа жерде жатыр ғой. Анамның алтындарын кепілге бермексің бе? Уақытша ғой. Ол заттар анамның көзі емес пе? Жолдаяқ? Жолдаяқ? Әке, мен біраз ойландым. Содан? Мына алқаны өткізсек жердің ақысына да шарап алуға да жетеді. Және жаңа көйлекпен кебіске. Әдемі теріден жасалған кебіс және жібек матадан тігілген көйлек болады. Қиялдап кеттің ғой. Бұл алқаға соншама ақша бермейді. Сен бәрін қайран қалдырасың. Серлер, әншілер, ақсүйек мырзалар. Бәрі саған тәнті болады. Алқаңды қайтарып аламыз. Жұрттың бәрі сайысқа біздің алқа арқылы барады екен. Жолда шөлдеп қарындар ашатыны анық. Сол кезде ақшаны көп табамыз. Кәдімгідей байып қаламыз, уайымдама. Бәрі жақсы. Жаңа көйлек алушы болма. Ескі көйлегімді өңдеп жөндеп алам. Мен не істеу керегін білем. Маған тағы да гүл алып келші. Жарайды. Кездескенше қызым. Ал кеттік. Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Қорғасын мен әйнек. Алтын емес пе? Сонда бұл бағалы зат емес пе? Сізге көмектескім ақ келеді.
Бірақ көріп тұрсыз ғой. Сатып алушылар жоқ. Керісінше, сатып жібергісі келеді. Мейірімді патша Арбо дүниеден озғалы, серілер өздерінің ойын сауықтар үшін бізді әбден тығырыққа тіреді. Бәрі қиналып жүр. Ар кетсе, тиын тебен бере алам. Ренжімеңіз. Ас болсын. Денсаулық үшін. Ей, мынауы! Су ғой! Aus bester Quelle. Я, бұлақтың суы. Әзілі жақсы екен. Und soll ich euch Неге екенін білесіздер ме? Бүгін қарыз төлейтін күн. Демек, ақшаларыңыз бар екен. Малдың бәрін саттық. Өкінішті ақ. Маңайдағы қасқырлар қойды шетінен қырып жатыр. Қасқырлар ма? Мұнда қасқырлар жүрмеуші еді ғой. Әйтеуір орманға бармағаның жөн. Ол жерде бір сұмдық болып жатыр. Білесің бе, достым? Құр қолға айтқанша, осы ақшаға да ризамын. Өмір солай ғой. Бірде бар, бірде жоқ. Құдай-ау, не болып кетті? Тұман қалындап барады. Ей, тоқта! Ей, ақмақ! Ей, қайда кеттің, ей? Қайт бері! Ай, ақмақ неме? Жетпеген осы еді. Ей, қайдасың? Ай, құдайым-ай. Қап. Қайдасың? Бұл сенсің бе? Ей! Кім бар мұнда? Саған, бұл не қылған сарай екен, а? Кеш шарық! Кім бар мұнда? Бұл мен ғой. Шарап сататын Гугомын. Есікті ашыңыз, тоңып кеттім. Ал керек болса. Осыған да рахмет. Қайырлы түн. Жеркенішті қорылдап жатқанын қараш. Танаш, оятып жібересің. Танаш. Әке! 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 Жарайды. Қонақ жайлылығыңызға рахмет.
Жұмсақ төсек пен ыстық су үшін де рахмет. Иә, дәмді ас үшін де рахмет. Көп рахмет. Сіз сияқты мейірімді адамнан одан артық не керек? О, тоба. Және әдемі гүл үшін де рахмет. Сен гүлімді ұрладың. Бұл жай ғана гүл ғой. Менің гүлім. Өлтіре көрмеңіз. Сұраған нәрсеңізді берейін. Дүние мүлкімді берейін. Жанға жан. Өлтіре көрмеңіз. Өтінем. Сен үйде бірінші қарсы алған тірі жанды бересің. Ұқтың ба? Сен үйде бірінші қарсы алған тірі жанды маған бересің. Түсінікті ме? Келістік. Өтінем, жіберіңізші. Байқұс жолда аяғым-ай. Менің атыма мін. Егер сөзіңді тұрмасаң, сені тауып алам да өлтіре салам. Қабат деген ай. Байқұс жолда аяқ. Әке! Әке! Жоқ! Әке! Әке! Жоқ! Әке! Әке! Әке, Құдайға шүкір. Аман екенсің ғой. Сені іздемеген жерім қалмады. Енді бәрі дұрыс болды. Бұл сенің атың ба? Алқашы мына тұлпарды Жолда аяқ қайда? Нені айтасың? Дереу қашуымыз керек. Егер сөзімді тұрмасам жанымды алады. Тездет. Заттарыңды жина. Киіміңді жина. Бол, тездет, тез. Әлгі қобыжық мені алдап соқты. Алдап кетті. Нені айтасың? Ұртап алғансың ба? Мен оның гүлін жұлып алдым. Енді қамалдың қожайыны гүлдің құнышын сенің өмірің деп отыр. Не қызыңды бер дейді. Сонда оған гүлдің ақысы ретінде мен керекпін бе? Ол құбыжық түсінбей тұрсың ба, құбыжық? Атты байла. Егер ол қашып кетсе құрдықтай бер. Бұл бәле қамалға барар жолды біледі. Бұл күлкілі ғой. Қамалдың қожайыны қайда? Қамалдың өзі қайда? Білмеймін. Оны бірінші рет көрдім. Айтпақшы, қалада мен ақша таба алмадым. Ала саудагер алқа үшін небәрі 5 крейсер берген. Мен қорқаққан емес, жол болмағырдың нақ өзімін. Әй, сорлы басым ай. О не деген? Кешірші мені. Саған тілегенім бұл емес еді. Әй, жолда аяқ. Енді бізге лесіп кетуіңе болады. Жағдайды түзей аламыз. Мен ол жаққа қайтып бармайым. Керегі жоқ. Қажеті де жоқ. Бұл мәселені мен шешем. Нені? Эльза, дереу аттан түс.
Мен оның гүлдерін қайтарып берем. Эльза! Эльза, қайт кері! Қайт деймін! Не күтіп тұрғанын білмейсің ғой сен! Ол сені құртады, Эльза! Эльза! Ist da jemand? Тірі жан бар ма? Ich will nur... Әкемнің қателігін түзеу үшін келдім. Jemand zu Кім Hause? бар мұнда? Жылдам, ол келе жатыр, ол осында. Кім бұл? Я, ол осында. Ол шынымен де осында екен. Танаш. Қамалдың қожайыны сіз бе? Қош. 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 Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, ханым. Иә. Gott zum... Сәлеметсіздер ме? Мен Эльзамын. Шарап сатушының қызымын. Von Thale. Менің есімім Венцель. Ал менің есім Мирмел. Kann ich... Қожайыныңызбен сөйлесе алам ба? Es... Мәселе әкемнің абайсызда жұлып алған гүлінде боп тұр. euch bereits... Ол сізді серілер бөлмесінде күтіп отыр. Анау жақта. Және қорықпаңыз. Мұнда біреу бар ма? Ich wollte... Әкемнің атынан кешірім сұрайын деп келіп едім. Кім бар? Өтінемін.
Өтінемін, қажеті жоқ. Міне өзің де келдің ау. Жоқ. Жоқ. Сені жек қоям. Өтінемін. Мені жемеңізші. Дүниеден озған адамның атымен ант етем. Мінеки, мына гүлдер тура сіздікіндей. Мен бұл гүлді отырғызып берем. Бұл менің гүлім емес. Өтінемін, жіберіңізші мені. Сен менің жан жарым боласың. Не? Қане, сүйші мені. Жоқ. Жоқ. Сен менің қалыңдығымсың. Мұнда келіңдер. Құдай-ау. Аман бөзі, Есін жиғызыңдар. оған қорықпасын деп ескертіп едім ғой. Бірақ ол қорқып кетті. Одан қалай қорқпасын, сен де айтасың ау. Ал керек болса енді не істейміз? Келесі. Салықтың орнына шақ тауық па? Келесі. Мейірімді мырза, рақымды мырза. Өтінем тыңдаңызшы, рақымды мырза. Қорғансыз әкеге қол ұшыңызды бере көріңіз. Өтінем, қызымды құбыжығырлап әкетті. Ормандағы қамалдың қожайына. Қане, шарап сатушы. Қарызыңнан құтылуға келдің бе? Қайдағы? Керісінше ол бізден көмек сұрап келді. Жалынамын, қызымды білесіз ғой. Ол сіздің серігіңіз болады. Ол қамал қайда екен? Орманда, қалаға барар жолда. Өтінем, қызымның өмірі қыл үстінде. Бос сөз. Мен арбадан келген тауға дейін барлық қамалдарды бұзуға бұйрық берген. Жоқ, қателесесіз. Ол қамал әлі тұр. Сен шал қайдағын айтпа, одан да қарызыңнан құтыл. Қарызын төлемегендердің жағдай мынадай болады. Жарайды. Жарайды. Онда қызымды өзім құтқарам. Келесі. Ол тірі екен. Ол тірі екен, жақсы болды ғой, жақсы болды. Wo bin ich? Мен қайдамын? Енді үйдесің, сен үйдесің. Спайлығын қайда, Венцель? Ханымға сен деп сөйлеуге болам екен. Жөнақ, есімнен шығып кетіпті ғой. Сіз үйдесіз. Ал құбыжықшы? Құбыжық ба? Қожайын ба? Иә, ол да үйде. Үйде. Ол қайда? Алыста, өте алыста. Ол мұнда кірмейді. Ол мұнда ешқашан болмаған. Бұл ханымның бөлмесі ғой. Ол болса, ерлерге арналған бөлмеді. Қорқынышты түсім болса керек. Тоқтатсаңшы оны. Неліктен мен? Уақытымыз бітіп барады. Ол қашып кетпеу керек, ақымақ. Қашпау керек. Қайтыңыз, өтінем. Қайда қашып барасыз? Қайдасыз? Жер төлеге түспеңіз. Ол жерге кіруге болмайды.
жіберіңізші мені. Жоқ. Неге босатпайсыз? Әкең маған сөз берген. Енді сен мендіксің, Эльза. Жоқ, ешқашан. Жоқ, жоқ, жіберіңізші мені. Көмектесіңдер, жоқ, жоқ. Байқасаңшы. Өзің абайла. Сіз ет жемеуші ме едіңіз? Ich habe keinen Мен Hunger. тоқпын. Тоқсың ба? Menschen in den Тұтқындардың қарны ашпайды. Же. Бөлмеме барсам деймін. Оны көзден таса қылмаңдар. Ханым. Бәрі дұрыс па? Не болды? Түсінуге тырысыңызшы. Мұнда қонақ келмегелі көп болды. Талай көп жылдан бері. Иә, расымен де көп болды. Ол басқа қырынан көріне алады. Негізі көрін алатын. Негізінде ол нағыз. Тыныш. Оған еш нәрсе айта алмаймыз. Сенікі дұрыс. Жолдаяқ. Міне, ағаштың тамыры міне. Ол осы маңда болса керек. Эльза! Эльза! Кеттік жолдаяқ, кеттік. Ол осында болған. Түсінсем бұйырмасын. Эльза! Түк естілмейді. Ұйықтап қалған шығар. Ауыр күн болды, Естідің бе? Әрине. Қорқынышты түс көрген шығар. Несіне таңғаласың? Жібер мені. Жібер. Жібер мені. Жібер. Ол қашып кетті. Жоқ. Қайта жолымыз бопты.
Мазамды алмаңыз. Жан тәсілім болар едіңіз ғой. Тірідей көмілгенше өлгенім артық. Мен бір ұсыныс жасаймын. Was für ein... Қандай? Сізге бостандық сыйлайым. Бәлкім мені жіті танитын шығарсыз. Қасиетті мерекеге дейін жан дүниемді танып білсеңіз, қалыңдығым боласыз. Ешқашан. Және оның үстіне әкеме керекпін. Менсіз ол қарыздарынан құтыла алмайды. Können. Осында қалсаңыз, әкеңіз бай болады. Егер мен кетіп қалсам, Ешқашан таршылық көрмейтіндей көп ақша берем. Wie kann... құбыжықтың сөзіне қалай иланамын? Жүрегінің тыңдап көріңіз. Құтқарып алғаныңыз үшін рахмет. Гертруд. Үсті басыңыз сусу ғой. Қызымды таппай қойдым. Дәл сол жерге барып едім, түк таппадым. Жолда жоқ, қамал да жоқ. Жанып тұрсыз ғой. Емделуіңіз керек. Мен дәрігер шақырайын. Керегі жоқ. Оған төлейтін ақшам да жоқ. Онда дене қызуыңызды түсіретін ем-дом жасайын. Бөлмеге ауа кірсін. Иә, ауа кірсін. Сіз суға түсіп алсаңыз жақсы болар еді. Кішкене ғана. Nur so ein bisschen. Мұны мен не айтпақсың? Ештеңе? Alles. Шомылу керек. Ihr wisst. Өзіңіз де білесіз ғой. Бізге тамақ керек. Оның көңілінен шығатын болсын. Сорпа қалай? Және тәтті нан. Нан мен сорпа жақсы дайындаңдар. Біз бе? Мен қару тасушымын ғой. Und ich... Ал мен үй қызметшісімін. Өкінішті ақ, бірақ біз... Ол кетіп қалса жағдайым не болатынын білесіңдер ғой. Әрине, Білмегендеші. Сендердің де жағдайларың белгілі. әлбетте. Әрине. Онда іске кірсіңдер. Сорпа. Ол үшін қазан керек. Бұл үйдің қазаны қайда? Абайласаңызшы. Маған таза киім керек. Таза киім бе? Қазір. Болсаңшы, сорпа қайнап жатыр ғой. Араластыр жылдам. Бол!
Ханым, ас дайын болды. Қазір. Енді жақсы болды. Қабырғаға картина ілсек пе екен? Дәнсәл. Жай айтқаным ғой. Ол қайда? Шыдаңыз. Ханымға біраз уақыт керек. Құрметті ханым, жақсы демалдыңыз ба? Und? Иә, тағы да қабан еті ме? Маған да сорпадан қой. Қуана құй әй мырзам. Сандықтағы көйлектер сізге ұнады ма? Қалай екен? Иә, өте әдемі екен. Неге әшекей бұйым тақпадыңыз? Әшекейлерімді өсім қорға беріп қойғамын. Қобдишадағы әшекейдің бәрі сіздікі, қалағаныңызды ала беріңіз. Оның маған түк керегі жоқ. Өсім қорға бергеніңізші. Жертөледегі картинада салынған патша мен патшайым. Олар кімдер? Мән бермеңіз. Ал сымбатты жігітші, ол кім? Ханзада ма? Ол осында тұрған ба сонда? Сұрақты жаудырдыңыз ғой. Мүмкін соларға сіздің қатысыңыз бар шығар? Оларды мен өлтірді дейсіз бе? Асқа тәбетім жоқ. Мына түрімен түк шықпайды. Жағдай өршіге түсті. Оған бар шындықты айтуымыз керек.
Оған еш нәрсе айта алмаймыз. Онда оған еш нәрсе айтпай-ақ айтып бер. Керек болса барда өзің айт. Талдарға не болған? Раушангүлді айтасың ба? Ол өте ескі. Осы қамалдағы заттар сияқты ескі. Бұл гүл солғанда, білесіз бе, бізде жан тәсілім етеміз. Барлықтарын мерт боласыңдар ма? Неліктен? Қарғыстың кесірінен мына гүлдер... Қарғыс? Ол қандай қарғыс? Соңғы гүл солғанда бәрімізде мерт боламыз. Жан тәсілім етеміз. Бірақ егерде сіз не қылсаңыз... Мен? Ал менің не қатысым бар? Ұсқынсыздықты тек сұлулық құтқара алады. Ұсқынсыз сұлулық... Түсінесіз бе? Түсінсем бұйырмасын. Мен оған айта алмай қойдым. Әбден ашығын айтып үйренгем қой. Тыңдап тұрмын. Ол гүлдерге бола уайымдап тұр. Иә, байғыз гүлдер. Маған нені айта алмай тұрсыңдар? Жалпы сендерге не болған? Бұның түкті қиындығы жоқ. Тың-тыңдап жүрсең, осылай болады. Қайдағын айтпа. Ол тұмсығын тықпайтын жерге тығатта жүреді, содан осылай боп қалған. Иесіші. Ол кісіме оны өзі айтып берсін. Ол қайда жасырынып отыр? Ол шығып кеткен. Ол келгенше күте тұрайық. Не үшін? Мен қамалды аралап шығамын. Жинастырып қоймадың ба бәрін? Мен неге жинауым керек? Екеуміз бірге жинайық. Раушан гүлдер салынған таңба ма? Біреу мына мүсінді сындырыпты. Құдай-ау. Бұл кімдікі? Арбо ханзаданікі ғой. Арба ханзада? Ол бұрыннан жоқ. Болды, жетер енді. Егер қожайын біліп қойса... Жабық, ертең келіңіз. Асыл бұйымдарыңызды көрсетіңіз. Маған не істемексіз? Мен адал жанмын. Мына алқаны қаншаға бересіз? Тегін ала беріңіз. Қола мен әйнек үшін осыншама ақша бергені ме? Ол жерге кіруге болмайды. Бұл оның бөлмесі. Қызық емес пе? Өтінем, ол бізге қатты ашуланады.
Бәлкім Солай. кітапхананы көргіңіз келетін шығар. Кітапхананы ма? Мұнда кітапхана бар ма? Соңымнан еріңіз. Бұл ханзаданың кітаптары. Жоқ. Иә. Мұндағы заттар қожайынымызға тиесілі. Құбыжыққа кітап не керек? Егер мен әріп тани алсам ғой. Рұқсат па? Венсель. Сіз сауатты екенсіз. Бұлбұл. Әсемінің еліктіріп, ауыртады жүректі. Қалай ғұмыр кешемін. Көмегіңді бер бұлбұл. Бұлбұл. Қай мекенді ұнаттың. Әсем ағаш бұтасы әлде алтын тордың ішіме. Сүйген жарым болса қасымда, барымда нарымда асылым, ол алыстап кеткенде. Бақ дәулетімнен айырылам. Жан жарасын қалай жазам? Жан жарасын қалай жазам? Сүйген жарым болса қасымда, барымда нарымда асылым. Әрі қарай оқи беріңізші. Бұл сіздің орамалыңыз емес. Кімдікі? Сері махаббатының кепілі. Ол мені қаладағы сауыққа ертіп алмақшы. Серімен барғыңыз келе ме? Әрине. Ол сымбатты ма? Иә. Анамның алқасы. Неге мен? Арам шөпті сен жұл. Жоқ, арам шөпті сен жыласың. Ал мен сорпа дайындаймын. Менің қолым бос емес. Ол қайда? Бөлмесінде ме? Ол күндіз ұйықтап, түнде аңға шығады. Венсель. Гүлді кеше ғана отырғыздым ғой. Ұлулар құртқан ғой, солардың кесірі. Ұлулар раушан гүлмен қоректенбейді. Сізге еш нәрсе айта алмаймыз. Айтқанның өзінде онымен сөйлесуім керек.
Бөлмесіне кіруге болмайды. Versuch doch, mich aufzuhalten. Тоқтатып көріңдерші мені. Венцель, бірдеңе істесеңші. Қолымнан келсе, істер едім ғой. Кетіңіз. Мазамды алмаңыз. Ihr habt meine Сіз мені өте қуанттыңыз. Was mir die Бұл Kette алқа мен bedeutet, үшін könnt ihr өте euch қымбат. vorstellen. Wie habt ihr sie Оны gefunden? қалай тауып алдыңыз? Ес сезу қабілетім керемет. Ich danke euch sehr, dass Сізге өте ризамын. Sie- Бұл анамның алқасы еді. Sie stammt von meiner Анамнан Mutter. қалған көзі осы. Sie ist das Ол Einzige, мен was mir von meiner Mutter дүниеге geblieben ist. келгенде Sie қайтыс. ist bei meiner болған Geburt екен. gestorben. Сондықтан Deshalb habe ich geschworen, мен meinem әкеме Vater zu helfen көмектесіп, und zu arbeiten. Und niemals ешқашан тұрмысқа шықпаймын деп ант бергем. Бәрін түзету үшін бе? ohne mich Мен würde meine болмағанда Mutter анам аман қалар еді. Сіздің еш кінәңіз жоқ. Анаңыз керісінше сіз үшін жаным пида етті. Туған баласы аман қалса екен деп тіледі. Meint ihr? Солай ойлайсыз ба? So hab ich Мен das noch бұлай nie ойлап gesehen. көрмеппін. Hier muss Бұл man- жерге жарық керек. Жоқ! Жоқ! Die Krone, Тәж, das асатаяқ. das gehört Бұл doch dem картинадағы патшаның заттары ғой. König. Ihr habt sie Демек, сіз оны өлтіргенсіз ғой. Патшайым мен ханзаданың да. Мүмкін ол соған лайық болған шығар. Ханзада! Was Бұл immer auf қамалда dieser қандай Brücke жағдай steht. болмасын. Жоқ, Nein, ihr habt сіз sie nicht оларды getötet. өлтірген жоқсыз. Ihr seht aus wie Құбыжық ein болып Biest, aber ihr habt ein көрінгенмен, gutes сіз Herz. өте мейірімдісіз. Патша өлетінің ұрпағы қайғыдан көз ашпады. Бір-бірін сүйіп қалды екі жас. Бірақ тағдыр оларды айырды. Nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Бірақ тағдыр оларды айырды. Бәрін тастап ұмтылды ханзада. Сүйіктісін іздеуге бел буды. Шам Шам жақты жақты ару ару ханшайым. ханшайым. Сүйіктім адаспай, адаспай Жол жол тапсын тапсын деп. деп. Сүйіктім адаспай жол тапсын деп. Ein schönes Әдемі ән екен. Өте аяныштан. Кезінде бұл керемет сарай болатын. Мұнда патшайым мен патша тұратын.
Олар өте әділетті билеушілер еді. Раушангүл таңбасы бар патшалар, кедей кепшікті мүсіркеп көмегін аямайтын. Жан-жақтан серілер келіп күш сынасып, ән сайыстарына қатысатын еді. Бұл жер өте әдемі болған шығар. Кейін не болды? Ертең қасиетті күн. Солай ма? Кешкісін сауық құрайық. Сонда бәрін айтып берем. Жақсылап дастархан жайыңдар. Бүгін келсін бермесе, бәрі бекер болғаны. Қане қимылда. Мінеки сорпашыңыз. Жоқ, маған ас батпайды. Нәрсіз бадыңыз ғой. Гертруда, міне ақшаны алыңыз. Үш айдың ақысын төлеуіңіз керек қой. Білем, көріп тұрсыз ғой. Бар ақшам осы. Бара беріңіз. Жақсы қожайынға жұмысқа тұрыңыз. Шарап сатушы ауырып жатыр. Сері фон Кугентауға тиесілі жер құнына төленетін ақшаны алуға Өтінемін, келді. рахметіңіз. Ол қатты науқас, қатты қиналып жатыр. Әкетіңдер. Бір сәтке. Иісуің жақсы екен. Сіз өте сұлусыз. Ал мен... Сәнді киім сізге жарасады екен. Камал қожайыны мен орман ханымы. Осы керемет күнге орай тәтті сусыннан ауыз тиіңіздер. Тілі үйретін ыстық нан, шортаннан жасалған сорпа, жабайы аң етінен әзірленген жеңсік ас. Дақылдар қосылған піскен тауық еті. Ал тәттіге аля аморе деп аталатын тоқаштар. Ой, ас үйде қалған сияқты.
Мына картиналарды іліп қойыпсыз. Бұл сіздің гүлдеріңіз ғой. Мұнда не болған айтып берем деп едіңіз. Бірде патшайым өмірден озады. Көп замай патша да көз жұмды. Алар ханзада сайыстарға қатыспайтын болды. Ол елді тонап, ойын сауық құра бастады. Байлық пен сауық әке шешенің орнын басты. Ол жан жарасын ұмытқысы келген. Сөйтіп халқын тақырға отырғызды. Оған не болды? Ханзаданың қаһарына ұшыраған бір қария оған қарғыс жаудырады. Ол өліп кетуі тиіс еді. Сөйтіп, арба тұқымы жойылып, гүлдерімен бірге қурап кетуі тиіс еді. Бар мәселе сонда екен ғой. Жұрттың айтуынша ханзада мерт болды. Махаббат көрмей, жан азабынан қаза тапты. Тәтті тоқаштарды әкелейін бе? Кейін. Қазір би билейміз. Эльза, менің жан жарым боласың ба? Біз келісіп едік қой. Қасиетті күннен кейін мен босатамын дегенсіз. Ол күн ертең болады. Кешіріңіз мені. Мен келісе алмаймын. Аля, аморе, тоқаштар. Тоқаштар.
ғой. Сені үйіңе жеткізейін. Жоқ, қажет жоқ. Эльза, мен сені сүйем. Міне, мынау саған. Үйіңе қайт. Бақытты бол. Сонда мен де бақытты болам. Бар, қане, Бірақ жөнел! жолдаяқ. Жолдаяқ. Әке? Әке! 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 Қызым, аман екенсің ғой. Құдайға шүкір. Доғар! Неге ол жазаланды ғой? Әке! Әкеші мұны істеген кім? Тарт қолыңда. Тарт дедім қолыңда. Ол менің әкем. Оны дереу босатыңдар. Әуелі қарызын өтесін. Осы жете ме? Мұны қайдан алдың? Онда шаруаңыз болмасын. Босатыңдар оны. Эльза. Анаңның алқасы ғой. Оны қалай қайтарып алдың? Бәрін айтып берем. Бірақ алдымен тынығып ал. Кешірші мені. Саған өкпем жоқ. Әуелде ол өте қаһарлы болды. Содан кейін қамалдың қожайыны маған рахымшылық көрсетті. Маған кітап оқыды, гүл сыйлады. Өмірімді аман алып қалды. Құбыжықты айтып отырсың ба? Келбеті ұсқынсыз көрінгенмен, ол өте мейірімді. Және ол өте мықты. Ақ көңіл. Құдайым ау, қызым ау, қызым ау. Құдайға шүкір, үйге қайтып оралдың қой. Ол сені қайран қалдырған сияқты. Иә, солай шығар. Аяғымыздан тұрып кетеміз. Бәрі түзеледі. Саған бас көз болам. Уәде берем. Мына көйлекпен сайысқа барсаң да болады ғой. Міне бәрі бітті. Біз де сонда құраймыз ба? Иә.
Tut mir leid, wenn Seni ақмақ дегенім үшін кешірші мені. Sen de meni kechir. Kechire gör. Бірақ тағдыр оларды айырды. zu tief. Гертруда, келгенің жақсы болды ғой. Үйде қаласың ба? Әкем еңбек ақыңды төлей алады. Я, әрине. Мен бірнеше күнге кетуім керек. Осыны әкем айтшы. Қайда кетесің? Ертең сайыс қой. Мен сайысқа бармаймын. Бармайсың ба? Сонда қайда кеттің? Қайда кеттің дейім? Мұнда екенсің ғой. Фон Гегентау мырза. Сен өзгеріп кетіпсің, бірақ сол қалпы сұлусың. Сайыста менің қасымда болатын ең сұлу ханым сен боласың. Сізбен ешқайда Солай бармаймын. ма? Мінеки, сіздің орамалыңыз. Маған неге ашулысың? Сырқаттанып жатқан әкемді жазалауға қалай дәтіңіз барды? Менің көмекшім өз міндетін атқарды. Қайда кеттің? Сені мүсіркеген мырзаға ма? Ол сені байлыққа кенелтті деп естідік. Олар бұл патшалардың қазына байлығын ұрлаған, саған аяушылық білдірген адам нағыз ұры. Осыны ұмытпа. Ол ұры емес. Солай ма? Онда бұл қазынаны қайдан алды? Ол кім? Ол нағыз сері. Соңынан ерек. Қашып құтылмасын. Қарғыс атқыр тұман. Ол көзден таса боп барады. Жоқ. 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 Өтінем, жалынам. Керек жоқ. Мені тастап кете алмайсың. Мені жалғыз қалдырмаш. Жоқ. Жоқ. Мен сені шын сүйемін. Сен кімсің? Ханзадасың ба? Арбо. Ханзадамын.
Сен бе? Мен құбыжықпын. Мен қарғысқа ұшырадым. Жабайы аңға айналдым. Қатыгез мейірімсіз қорқынышты құбыжыққа айналдым. Соңғы гүл солғанда далада жан тапсыратын едім. Бірақ мені махаббат құтқарды. Кіршіксіз махаббат. Кіршіксіз. Біз тіріміз бе? Иә, тірі екенбіз. Мынаған қара. Қане қаруымды әкел, құп тақсыр. Онымен шайқаса алмайсың. Жарақатың бар ғой. Бұл әділетсіздік қой. Бұлай тұр. Олай ете алмайсың. Мен бұл жердің заңды иесі Арбо патшамын. Жалған. Ереже бойынша шайқасыңыз. Ережеге түкіргенім бар. Ұстаңыз, мырзам. Жеңілдіңіз бе? Патша әулеті жойылған деп ойладым. Кешірім өтінем. Сіз расымен де менің мырзам екенсіз. Онда сізге рақымшылық білдірем. Абайла! Арбо патшаның атымен тізе бүгіңіз. Эльза! Әкешім. Мейірімді патша. Тізе бүгетін сіз емес, мен. Себебі мен әкемнің халқын қатты қанадым. Қажеті жоқ, мырза. Өтінемін, тұрыңыз. Мен ыңғайсызданып тұрмын. Қызыңызды маған тұрмысқа бересіз бе? Келісесің бе? Келісемін. Одан басқасына келіспеймін. Екі жас бақытты болсын. Екі жас бақытты болсын. Екі жас бақытты болсын. Құттықтаймыз. Бақытты Бәрекелді. болыңыздар. Бәрекелді, бақытты болыңыздар. болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Екі жас бақытты болсын. Бәрі өзгеріп кетті. Сен де өзгердің. Сен де өзгердің. Өзгеретін кез келді ғой. Бұл қайдан пайда болды? Ертегідегідей. Фильмнің соңы 2017 жыл.